Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Барынша қолдау көрсетіп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Ал бізде бүгін жаңа әңгіме. Айнұр мен Болаттың отасқандарына 16 жыл болды. Екеуі шын ғашық сезіммен бірін-бірі сүйіп бас қосқан. Екеуі де Байырғы қала тұрғындар. Болат қарапайым қызметкер болып, еңбек жолын бастап, қазір мемлекеттік қызметте беделді қызмет атқарады. Айнұр тұрмысқа шыққалы жұмыс жасап көрмеген. Әу басанақ күйеуі ер түздің адамы, әйел үйдің адамы деген ұстанымды ұстап, бұның жұмыс жасауына рұқсат бермеген. Оқыған оқуы болғанмен бар жағдайын жасаймын деп тұрған жары болған соң, Айнұр да жұмыс іздеуге құлқы болмай, өзін үй шаруашылығына арнауды жөн көрген. Үйленгендеріне 1 жыл толғанда, шекесі торсықтай ұлды дүниеге келсе, 1 жыл өтпей сүйкімді қызды болған. Айнұрдың бар ойы осы сәбилерін аяққа тұрғызу болған. Болат жұмысқа ерте кетіп кеш келетін. Үй менен бала тәрбиесі толықтай өзінің мойнына түскен Айнұрдың ішіп сатын уақыты жоқ еді. Бар көңілін балаларына арнап, жақсы бала бақша таңдап, жақсы мектепке беріп, түрлі үйірме, қосымша сабақтарға тасып жүргендіктен, 2 баласы да сабаққа зерек, ақылды болып ержетіп келеді. Қазір арманы 15-ке толса, қызы Ақерке 14-ке аяқ басты. Жоғарғы сыныптарға көшкен екеуіне алдағы сынаққа дайындалу үшін бар жағдайын жасап, үйдегі шаруашылықты дөңгелетіп, ас тағамдардың түр-түрін дәмділетіп жасаудан шаршамайтын Айнұр өзіне де көңіл бөлуге уақыт табады. Күйеуінің әкелген табысын ұқсататын ол, үйінде жайнатып қойып, өзі сұлулық салонына жиі барып, өзі жақсы күтетін. Денесі түрлі массаж, бетіне косметикалық күтімдер жасап жүргендіктен мүсіні де, бет әлпеті де жайнап тұр. Жасы 40-қа келіп қалғанмен өзі жасынан әлдеқайда жас көрінеді. Болат екеуі әлі бір әй-шәй десіп көрмепті. Кей кезде бірдеңеге ренжісіп қалса, екеуі де бір-бірінен кешірім сұрап, тезірек татуласуға тырысатын. Жандай жақсы көретін жан-жарын Айнұр ерекше құрметтеп, киіміне шаң жуытпай, дәмді тамағын ертерек тұрып дайындап, таңға асын беріп, жұмысына шығарып салып, кешкілік қанша кешіксе де балаларын тамақтандырып, өзі тамағын суытпай күтіп отырып, екеуі шүйіркелесіп отырып, шай ішкенді жақсы көретін. Қазіргі тұрып жатқан үйлері 3 қабатты өте әдемі, есіктерінің алды жайқалған гүлдер, екеуінде астында судай жаңа көлік. Қысқаша айтқанда 4 түліктері сай. Өмір бойы үйде отырса да, Айнұр өзін-өзі дамытудан шаршамайды. Қазіргі әлеуметтік желі арқылы жақсы тағам дайындаудан бастап, өзін-өзі күту, жақсы сөйлеу білу, онлайн йога, фитнес дейсің бе, неше түрлі сабақтарға қатысып, тіпті еркектің төсек қатынасынан жалықпау үшін не істеу керек деген әйелдерге арналған курсты да оқып тауысқан. Қанша дегенмен 16 жыл бір болған соң күйеуінің ойынан шығуға тырысып, түрлі төсек ойындарында ойлап тауып, жас қыздардай қылмыңдап тұратын келіншегін Болатты ерекше сүйеді. Себепсіз ақ түрлі сыйлықтар сыйлап, сезімін ыстық құшағымен білдіріп жүретін күйеуімен Айнұр да бақытты. Осылай жарқын күндерін бастан кешіп жатқан Айнұр кейінгі кезде Болаттың жұмыстан өте кеш шаршап келетін байқап алаңдап, «Бәке, бүгін тағы көңілсізсің ғой? Бір жерің ауырып жүрген жоқ па?» деп қою шайын ұсынды. «Жоқ, жұмыс ауырлап кетті» деп қабағын түйген Болат, шырылдап, ала жөнелген телефонын алып, столдан тұрып, сыртқа беттеді. Қолындағы кесесін ұсынған күйі жарты жолдан қайтарған Айнұр үнсіз ғана үстелді жинауға кірісті. Жартып тамағынды ішпеген күйеуін алаңдап, қалған тамақтарды есік алдындағы қазан ошақ орналасқан жердегі тоңазытқышқа салып келуге асыға шықты. Күн суытып тұрған соң Болаттың үстіне де жылы киімін ала шыққан ол, көз жүгіртіп еді, күйеуі көрінбеді. Тамақтарын салып болған соң енді Болатты іздемекші болған еді, жақындап қалған аяқ дыбысымен бірге күйеуінің дауысы естілді. «Иә, жаным, ертеңде сол жерде күтемін. Кешікпей келсеңші, жаным. Әйтпесе бүгін үйге тым кеш оралдым. Жақсы, мен де сені сүйемін» деген сөздерді естіген кезде Айнұрдың құлағы шыңылдап, көзі қарауытып кетті. Тұрған орнында қаққан қазықтай қатты да қалды. Мұны байқамаған Болат ақырын басып үйге кіріп кетті. Басына жай түскендей болып, тұрған орнынан қозғала алмай қақайып қалған Айнұр біраз уақыт өткен соң ғана үйге кірді. Балалары да Болат та жатып қалыпты. Сонда да біраз ас үйде жыбырлап жүріп, күйеуі әбден ұйқыға кетті-ау дегенде жатын бөлмеге бірақ кірді. Болат шырт ұйқыда жатыр. Ақырайым барып қолынан оның телефонын алып, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Бұрын соңды ешқашан Болатқа сенбеу, ол туралы жаман ой ойлау деген ойына келмейтін Айнұр
күйеуінің телефонын өмір тексеріп көрмепті. Дірілдеген қолдарымен WhatsApp желісіне кіріп, келген хабарламаларды оқуға кірісті. Мына бір Жан деген адамның жазғандарын оқып, құйқа тамыры шымырлап кетті. Жаным, бүгін керемет күн сыйлағаның үшін көп рахмет. Сені уже сағынып кеттім. Қашан ғана екеуміз мәңгілік бірге болар екенбіз? Сүйдім сені, сүйіктім деген жазуларды қайта оқыған Айнұрдың көздері тұманданып, қолдар дірілдеп отыр. Бағанадан өз құлағына өзі сенбей отыр еді. Бәрі шын екен ғой. Сонда қалай болғаны? Осыған дейін бұны аймалап сүйген, түрлі сыйлықтар сыйлап, шын ғашық деп ойлап жүрген жан жары, сонда қашаннан бері басқа жанның құшағына құлаған? Ойына күйеуінің жігіттермен моншаға, балыққа, аңға кетіп, бірнеше күн үйге қонбайтын кездері, жұмыстан шаршап келдім деп үйге кеш келетін кездері келіп, жүрегін қызғаныш сезім осып кетті. Не істесе екен? Өз құлағымен естімесе ешқашан Болат өзіне опасыздық жасайды дегенге сенбеуші еді. Құдай-ау, не жетпейді екен оған? Бүкіл өмірін сонымен балаларына арнап, көңілін тапқысы келіп, жалпылдаған үшін кінәлі ме бұл? Ашуы келіп, ұйықтап жатқан күйеуін төсектен жұлып алғысы келген, бірақ ашуын ауыздықтай алды. Ал қазір айғайға басып оны үйден қуып шығар, бірақ одан не тұтады? Жастайынан қосылып, бар жағдайын жасап, қызметтен қызметке көтерілуіне себепші болып, енді міне барлық жағдайын жасап алған дап-дайын күйеуін қайдағы бір шөпжелкеге көз қолымен сыйлай салама? Жоқ, олай істеген дұрыс емес. Мүмкін бұл кездейсоқ кездесіп, күйеуінің басын айналдырып алған біреу шығар. Ал сол нақұрыс үшін жан ұясын бұзып, балаларын тірі жетім жасайтын ақымақ емес бұл. Осылай өз-өзімен күбірлеп, сабасына түскен Айнұр түк болмағандай төсегіне келіп жатқанмен ұйқысы келмей таңды көзімен атырды. Таңертең әдеттегідей таңғы тамағын жасап, балаларын беттерінен сүйіп мектепке, күйеуін жұмысына шығарып салды. Күндегідей құрақ ұшпай, салқын қабақ танытқан келіншегіне бардай қараған Болат: "Айка, бәрі дұрыс па? Көңіл күйің жоқ қой" деді. "Жай әншейін, неге жүзігімді жоғалтып таба алмай қойдым" деп сылтауратқан Айнұр бұрылып кетті. Кеше ашуланып жүріп, лақтырып салған жүзігін іздеуге де құлқы жоқ. Енді сол жүзікті таққысы да келмейді. Үйде жалғыз қалған соң, ішіндегі жынын шығарып, дауыстап тұрып жылап алған ол, үйінен тезірек шығып кеткісі келді. Өз қолымен әр дүниесін таңдап, мәпелеп сақтап, үйіне ерекше шырай кіргізген жаны сүйетін Айнұрдың енді еш нәрсеге құлқы жоқ. Осы үй, жай деп, жастық шағын сарп етіп, күйдім-сүйдім деген жарының сөзіне малданып жүре беріпті ғой бейшара. Жылай-жылай әлі құрған ол, айнаға қарап біраз тұрды да телефонын алып Гүлжан құрбысына хабарласып, сол жаққа шығып кетті. Гүлжанға келіп, көрген-білгеннің бәрін айтып шағымданып, екеуі бір құты шарапты тауысып тастады. Ішкен шарабының буы басына ұрған Айнұр кетем, ажырасамға басты. Құрбысы: "Ал ажырас, не ұтасың? Мені қарасаңшы, ойбай, намысым тапталды, опасыздық жасады" деп бірінші күйеуді қуып шығып, екіншісіне тиді. Оның да көзіме шөп салғанын көтере алмай, бірде балалармен жалғыз қалды. Ешкім керек жоқ. Мен кереметпін дегенмен де кей кезде қасқырша ұлып кететімді сен білмейсің ғой деп көзіне жас алған. "Мені тыңда, ақымақ болма, өз-өзіңді қолыңа ал. Болатқа ештеңені білдірме. Бірақ үйде де омалып отырғаныңды қой. Ертеңнен бастап менімен бірге таңертең фитнес залға, кешке бассейнге барамыз. Айттым, болды. Ерегескенде соған қарап бір тұтқаныңды қойып, өз бағаңды көрсете біл. Әрі ойың бөлінеді, әрі күйеуің өз ақ томпаңдап қайтып келеді. Осы айтқаным келмесе мұрынды кесіп берейін" деген құрбысының ақылын құп алып үйіне қайтты. Үйіне келсе балалар ұйықтап қалыпты, ал Болат әлі жоқ. Сағат түнгі 11-ден асыпты. Кешегі хабарламаға қарағанда, ол әйел сүлікше жабысып, күйеуінен айырыла қоймайтын сияқты. Бәрінен де Болат айтсаңшы, Құдай-ай, тіпті өңін бермейді. Қалай ғана адам осынша екі жүзді болады екен? Тағы да неше түрлі ой жегесін жеп, дөңбекшіп жатқан Айнұр Болат келгенде өтірік ұйықтаған бола қалды. Ақырын қасына жатқан күйеу көп ұзамай қорылға басты. Онысы қалжырап, шаршап жатқан Айнұрдың жүйкесі тигендіктен орнынан ақырын тұрып кетіп, басқа бөлмеге жатуына тура келді. Сөйтіп өмірінде бірінші рет жар төсегінен жерініп, бөлек жатқан ол өмірінің енді қайтып бұрындай болмасын сезініп күрсінумен жатыр. Таңертең ешкім тұрмай жиналып, далаға шығып кеткен Айнұр Гаухар айтқан фитнес орталығына бет алды. Бұрындары құрбысы қанша шақырғанмен, бұндай жерге тек ақшасын бекер шашатын еріккендер барады деп
есептейтін еді. Жаттығуға арналған киімін ауыстырып имене кірген бұны қарсы алған жігіт: «О, сұлу бикеш, қош келіпсіз. Сізді біздің орталықта көргеніме өте қуаныштымын», деп осы жердің тәртібімен таныстырып, өзінен бүгіннен бастап бұның жеке жаттықтырушысы болатынын айтқан. «Атым Дархан. Қандай сұрақтарыңыз болса да жауап беруге дайынмын», деп күлімсіреген жігітпен бірге түрлі жаттығулар жасауға кіріскен Айнұр уақыттың қалай өткенін сезбей қалды. 1,5 сағат лезде өте шығып, жуынып, шайынып, бұл жерден шыққан оның үйге қайтқысы жоқ. Ойланып тұрған оның ту сыртынан келген Дархан: «Айнұр, сіз әлі қайтпағансыз ба? Мына жерде керемет дәмді кофе дайындалады. Мен бірге таңғы ас ішуге қалай қарайсыз?» деді. Бұрынғы өзінің жұмағым деп санайтын үйі аяқ астынан өзіне жат болып қалған Айнұр қуана келісті. Әдемі жаттықталған кафеде баяу әуеннің ырғағы құлаққа жағымды естіліп, қанша уақыт аласұрған көңілі жай тапқандай. Дархан алдамапты, кофе өте дәмді екен. Қарсы отырған Дарханға барлап қарап қояды. Ақ құба өңді, қою қара шашты, тал бойында бір мін жоқ десе де болады. Әсіресе нұрлы көздерін жапқан қалың кірпіктері талай қыз қызғатындай екен. Екеуі әңгімелесіп бір талай уақыт отырды. Дархан қалаға жақында ғана келіпті. Әке шешесі ерте дүние салып, нағашыларының үйінде тәрбиеленген екен. Жастайынан спортқа жаны жақын болып, түрлі жарыстардан жүлделі қайтып жүрген ол, сабақтардан айтарлықтай жетістік көрсетпесе де, физкультура институтын ойдағыдай аяқтап, ауылда 1 жыл дегенде дене шынықтыру пәнін сабақ беріпті. Жақында анасының орнын басқан нағашы апасы дүние салып, ауылдағы әке жеңгесіне ауыртпашылық салғысы келмей, үлкен қалаға бағындыруға келген бет екен. Жалдамалы пәтерде тұрып жатқан ол мынадай беделді орталыққа жұмысқа кіргеніне өте қуанышты. Дарханның әңгімесін тыңдап отырғанымен Айнұрдың ойы басқа жақта. Шынымен де Гүлжан дұрыс айтыпты. Ойы бөлініп, 4 қабырғада өзін-өзі жылып жегенше мұнда келгені дұрыс болған екен. Дарханмен қоштасып үйіне келсе, ас үстелінде бір жапырақ қағаз жатыр. «Айнұр, мен 10 күнге жұмыс бабымен жол сапарға кеттім. Саған телефон соғып едім, алмадың. Бетіңнен сүйдім» деген болатын хатын оқып, телефонын қолына алды. «Я, шынымен де 7 рет телефон шалған екен. Жаттығу уақытында телефон шкафта қалдырған ол тексермепті де. Бұрын балаларға үйіне алаңдап, бір жерге шықса қайта телефонын тексеретін ол, бүгінгі қылығына өз-өзіне таң қалып отыр. Болаттың опасыздығын білгеннен бері өмірге деген құштарлығы жоғалып кеткендей ме? Мына хатты оқыған соң бойынан бір алып күш түскендей күйгенді. 10 күндей Болатты көрмейтініне іштей қуанып тұр. Бірден жаңа ғашығымен кетті ме екен деген ой келгенмен, тіпті қызғанбайтындай ма бірдеңе, әйтеуір ішінде үзіліп кеткендей. Не дегенмен де Болаттың қасында ішінде қайнап жатқан ашу ызаны білдіртпей, ештеңе сездірмей жүре алу екіталай еді. Ойлап қараса, балалары есейгеннен бері олармен де аралар алыстап бара жатқандай. Бұрынғыдай аналарына сырларын айтып еркелемейді. Тамақтарын ішіп алып, өз бөлмелерінде телефондарын шоқлап, сабақтарын қарап, әркім өзімен өзі. Жалғанда жалғыз алғандай көңілі қайта құлазыған Айнұр терең күрсініп төсегіне қисая кетті. Ал енді 10 күні бар. 10 күн не өзгеріп кетеді? Бірақ 10 күн ішінде. Осылай ой шырмауынан шыға алмай жатып, 2 күнге ұйқы жеңіп қатты ұйқыдан қалған ол төс ауа бірақ оянды. Балалары мектептен қарсы алып тамақ ішуге отырған. Құлақ қаптарын шешпей үнсіз тамақтанып отырған екеуін әңгімеге тартып көріп еді. Иә, жоқтан басқа жартып ештеңе айтпай, қиын сабақтарын сылтаулатып, өз бөлмелеріне кетуге асықты. Біраз фотоальбомдар ақтарып, Болат екеуінің балаларымен жүздер бақыттан бал-бұл жанып түскен суреттерін қарап, көзінен жасы еріксіз төгілген Айнұр Болатқа хабарласпақшы болып еді, оның телефоны сөндіріліп екен. Міне содан бері 5 күн зу ете қалды. Болат тек 1 рет хабарласып, енді ауылға кететін, ол жақта байланыс болмайтынын айтқан. Үйіне келсе, бойын көңілсіздік жаулап алатын Айнұр қазір күнделікті жаттығудан соң дүкен аралап, сенделіп бос жүріп, үйіне кеш бата бірақ келетін болған. Күнделікті таңғы асын Дархан екеуі бірге ішуді әдетке айналдырған. Өте ашық, ақ көңіл, аузын ашса жүрегі көрінетін әңгімешіл Дарханды Айнұр өз бауырындай көріп, бауыр басып қалды. Бірақ кейде оның өзіне бір түрлі қарағанын секем алып қалады. Жасы небәрі 26-дағы жас жігіттің өзіне тесіліп қарап қалған көзқарасынан өзінің ыңғайсыз сезініп, не істерін білмей, беті қызарып шыға келетін Айнұр: «Қой,
бұным қайсысқаным? Әлдене ойыма келетін несі? Жап жас жігіт маған қызғатындай мен кіммін? Деп өзін өзі жерден алып жерге салып, өз ойынан ұялып қалады. Басынан аяқ екі ересек балаларым барын, күйеумен тату-тәтті өмір сүріп жатқан айтқан. Күйеуіне деген өкпесіне жете танымайтын адамға жайып салатын ақымақ емес қой. Сондықтан Дархан да оған жанына жақын апайындай қарайтын да. Осылай біраз көңілі тынышталып, жай тапқан Айнұр бүгінде Дарханның айтқан күлдіргі әңгімесіне шексілесе қатып күліп отыр. Шыны керек, осы Дарханмен өткізген уақытында өміріндегі келеңсіз жайттар ойынан шығып, жаны серпіліп қалды. Тіпті ол жұмысына кіріп кеткенше, соңына қарап тұрып үйіне қайтқысы келмей, шаршағанға жүріп, төс ауа еріксіз үйіне қайтатын болған. Бұрындары өзіне сондай ыстық көрінетін үй сұп-суық болып кеткендей. Осы жай ойына түсіп кеткен Айнұр күлкісін қойып мұңая қалды. Туф, Айнұр, сіз бар ғой кейде құбылмалы сынап сияқсыз. Біресе жадырап отырасыз да лезде көңіліңіз мұңайып шыға келеді. Себебі не екен осы құбылыстың? Деген Дархан орнынан тұрып, бұның бетінен шымшып алды. Бұндайды күтпеген Айнұрдың беті алаулап шыға келді. Қойыңызшы, Дархан, қайдағын айтпай, несіне мұңаямын? Сізге солай көрініп кеткен шығар, деп бетін ала қашты. Маған осы сіз деп сызылғаныңызды қойыңызшы. Менде енді сенге көрсем қалай болады? Деп көзін қысқан Дархан қутындап қояды. Жарайды, сен дей бер маған да. Қанша дегенмен менің жаттықтырушымсың ғой, деп күлімсіреген Айнұрдың көңілі көтеріп қалды. Айнұр, мен сені бүгін кешке туған күніме шақырғым келіп тұр. Келесің ғой, ә? Ой, маған неге ертерек ескертпедің? Бүгін туған күнің бе? Деп сасып қалған Айнұрдың Дарханның ұсынысын қабылдауына тура келді. Сөйтіп кешкісін балаларына құрбысының үйіне барып кешіре келетінін айтып, Дархан айтқан мекенжайға келді. Бұрын соңды бұл жерде болмаған екен. Сыртынан қарасаң әдемі көрінгенмен, жоғары қабатта орналасқан мейрамханаға кірген Айнұр көз алдындағы керемет көрініске қарап, таңырқағанын жасыра алмады. Көп қабатты ғимараттың шатырында орналасқан мейрамханадан ашылған көрініс керемет-ақ екен. Алыстан мұңартқан таулар мен тау етегінде орналасқан қала шамдары жалтырап, аспандағы жұлдыздармен ұштасып жатқандай. Таза ауада жайылған дастархан мен бойды елтетін әсем әуен жүрекке сондай жағым бесіледі. Бұған қолын көтеріп, қарсы алуға асыққан Дархан да бүгін ерекше сәнді киініпті. Үстіндегі ақшыл жейдесі мен қою көк түсті шалбары денесіне сондай жарасып тұр. Айнұр, сен келмей қалама деп қатты уайымдап отыр едің. Келгенің қандай жақсы болды. Кел түрлет деп құрақ ұшып қарсы алған жігітке қолындағы сыйлығын ұсынып, жайлы дастархан жайғасты. Туған күн құрметіне аздап шарап ішсек қалай қарайсың? Тапсырыс берейін. Жоқ, мен көлікпен келдім. Көп отыра алмаймын, тек сені құттықтап шығу үшін келдім. Осылай басталған кеште екеуі дәмді тағамдардан ләззат алып, ашық жарқын әңгімелесіп көңілді отырды. Баяу ән ырғағымен вальс билеуге шыққан Айнұр Дарханның қолдарының дірілдегенін байқап, осыдан талай жыл бұрын Болат екеуін де дәп осылай билеген билерінен кейін жарасып кеткендері есіне түсіп, күлімсіреп қояды. Өзінен әлдеқайда бой ұзын Дархан бұның шашынан иіскеп, өзіне тартқан кезде Айнұр оның жүрегінің тарсылын естігендей. Бойын бір түрлі сезім билеп, жігіттің кеудесіне басын сүйеп, ән ырғағымен баяу теңселіп тұр. Айнұр, сен сондай әдемісің, білесің ба? Деп құлағына сыбырлаған жігіт таңырқап басын көтергені сол еді. Дархан сондай шапшандықпен бұның еріне жабыса кетті. Бір сәт денесі ду етіп, аяқ қолдарынан жан кетіп қалғандай болған Айнұр есін тез жия қойып, еріне сүлікше жабысқан жігітке өзін күштеп итеріп, Дархан, сен мұның не? Мені қай бағынғаның? Деп ашуына бұрылып кетіп, сөмкесін алып жүгіре басып мейрамханадан шығып кетті. Баспалдақпен жүгіріп басып келе жатқан Айнұр бүгін мына жерге келгеніне өкініп, көлігіне жеткенше асықты. Айнұр, Айнұр, деп соңынан жүгіре жөнелген Дарханның алдын дая шығыс кестегін көз қиығымен байқаған ол тездетіп көлігін от алдырып жүріп кетті. Үйіне жеткен соң төсегіне киімшең қой кетіп, өзін сыбап жатыр. Құдай-ау, жас қыздарша желігіп, өзі жете таны қоймаған жігіттің туған күніне барғанына жол болсын. Әрине өзі келіп құшағына кірген әйелді кім басынбайды? Телефонына келіп түскен Дарханның Айнұр кешірші, өзімді ұстай алмай қалдым, кешірші мені деген хабарламасын оқып, телефонын өшіріп лақтыра салды.
Бірақ Дарханның өзін сүйіп алған сәті есіне түскен кезде жүрегі ерекше өрекпіп, беті алаулап кеткен ол салқын судың астында ұзақ тұрды. Ертеңінде жатуға бармауға бел буған ол не істерін білмей үйде бос сенделіп жүрді де қойды. Дархан неше рет телефоны шалса да тұтқаны көтермеді. Болаттың телефоны тағы да сөндірулі. Жанын қоярға жер таба алмай, ештеңе зауқы соқпаған ол көлігіне отырып қала аралап келуге шықты. Ойы сан-саққа жүгіріп, мазастанып отырып, дәп жанынан тақап қалған көлікті байқамай қалыпты. Қақтығысып қала жаздап, шошып кеткен Айнұр есін жиып алмақшы боп, көлігін жол жиегіне тоқтатты. Терең дем алып, көзін жұмып біраз отырған соң ғана жан-жағына көз салды. Қай жаққа кетіп қалған? Қаланың орталығында орналасқан биік қонақ үйдің алдында келіп тоқтапты. Осы қаладағы туып өссе де, осы қонақ үйдің ішіне кіріп көрмепті. Таңертеңнен нәр татпағаны есіне түсіп, осы қонақ үйге келіп, түстеніп алғысы келіп, көлігінен түсіп, солай қарай бет алды. Екінші қабатта орналасқан шағын мейрамханаға келіп, тапсырыс беріп, терезеге қарап үнсіз ойланып тұр. Мына жүрісіне жол болсын. Өз үйінен безіп, көше кезіп, тентіреп жүргенді қайсасқаны. Неге кешеден бері өрікпеген жүрегі басылмайды? Дарханды ойласа болды, жүрегі тарсылдай жөнелетін несі? Құдай-ай, ол өзінің ұлы арманнан 10 жас қана үлкен емес пе? Тіпті ол туралы ойлауының өзі ұят емес пе? Кенет терезеден осы қонақ үйден құшақтасып, әлденені айтып, көңілдене шыққан жұпқа қарап қалған ол көзін уқалай бастады. Жоқ, еш қатесі жоқ, болады қой. Қасындағы келіншектің құлағына әлденені сыбырлап күліп, белінен қапсыра құшақтап алып, алыстап бара жатқан күйеуіне қараған Айнұрдың астындағы жер қозғалып кеткендей, демі тарылып, көзі қарауытып кетті. Сонда қалай болғаны? Жол сапарға кетті деген күйеуі танауының астында, осы қалада нақ сүйермен тайраңдап жүргені ме? Не деген опассыз малғын еді. Ішіндегі ашу ызасы бетіне шығып, қызарып кеткен Айнұр даяшының әкелген тамағына да қарамай, қалтасынан бір уыс ақшаны санамай тастай салып, жүгіріп көлігіне отырды. Болаттар кеткен жаққа қанша қарағанмен оларға көзіне көрінбеді. Машинаның рөліне басын қойып, шарасыздықтан еңіреп жылап отырған Айнұрдың ойын шарылдаған телефон бұзды. Дархан ғой. Таңертеңнен үздіксіз телефон шалған Дарханның нөміріне қарап отырып, тұтқаны көтерді. Айнұр өтінемін, тұтқаны қоймашы, кешірші мені. Ақмақтық жасаппын. Қалай болған өзім де ұғына алмай қалдым. Жан ұшыра жылдамдатып сөйлеп жатқан Дарханды тоқтатып, саған өзім хабарласам деп тұтқаны қойды. Көз жасын сүртіп айнаға қарап, қызарып кеткен бетін опалап біраз отырды да, шешімді түрде қонақ үйге кіріп, Болаттың жатқан нөмірін сұрап біліп алды. Қонақ үйдің есігін көзін алмай, 2 сағат отырған ол көп адамның ішінен алшаң басып келе жатқан күйеуін жазбай таныды. Қасында күлімдеп келе жатқан келіншектің де өңі таныс сияқты. Бір жерден көрген әбден анық. Толықтау денелі, шашы иығына түскен, әкетіп бара жатқан әдемілігі де шамалы. Қанша жыл отасқан жан-жары мен балаларын ұмытып, құшағына құлайтындай не сиқыры болды екен бұл сылқынның. Лықсып келген ашуын әрең тежеп, екеуі есіктен кіріп кеткеннен соң 10 минуттай қимылсыз отырған Айнұр жүгіре басып бағана біліп алған нөмірдің есігін қақты. Бұл кім? Кешіріңіз, сізге хат тастап кетті, деді дауысын өзгертіп. Есікті ашқан белінен жоғары жалаңаш күйеуіне ашу ызаға толы жанармен қарап қалған Айнұр. Қара бет, опассыз деп тістене сыбырлап, бетіне былш еткізіп түкіріп, бұрыла сала жүгіре жөнелді. Айка, тоқташы, деген күйеуіне қайырылып қарамады. Жүгіріп келіп көлігін оталдырып орнынан ұша жөнелді. Бір талай көшені басып өтіп, ызғытып келіп бір жерге келіп тоқтаған соң ғана өкіріп жылап жүрді. Телефоны үнсіздік шырылдауды, бір қарап еді Болат екенін көріп лақтыра салды. Көз алдына манағы көрініс қайта келіп, өксігін баса алар емес. Төсекте керіліп отырған келіншекті де жазбай таныған. Күйеуімен бірге жұмыс істейді, бірнеше рет отырыстарда бірге болған. Қателеспесе, ол да үйлі баранды еді ғой. Бұнымен жақын құрбысында әңгімелесіп, Болатты мақтап, керемет құрметтейтін айтып, қылымсып отырған түрі есіне түсіп, зығырданы қайнап кетті. Қалайша ғана дәті бар екен? Қашынан бері екеуі бірге. Тіпті сол отырыстың өзінде бетіне қарап күліп, ішінен бұны мазақ етіп отырды ма екен? Сансыз сұрақ жүйкесін жегідей жеп, өзегі өртеніп барады. Біраздан соң Айнұр
бір шешімге келгендей телефон алып Дарханға: сен қайдасың? Иә, ол жерді білемін, қазір келемін деп тұтқаны қойды. Қайта болады телефон шала берген соң телефонын өшіріп тастап көлігін оталдырды. Дархан өзін кінәлі санап қипақтап, есі шығып тұр. Бұның жылап ісіп кеткен көздеріне қарап: Айнұр, бәрі дұрыс па? Өңің кетіп қалыпты ғой, не болып қалды деп алаңдап. Ештеңе де дұрыс емес деп бастап алған Айнұр ішіндегі қайнап жатқан сырын бірақ ақтарып тастады. Іші босағанмен көңілі жайланар емес. Жанын қоярға жер таба алмай отырған оны құшағына қысқан Дархан: мынадай қалпыңмен қалай көлікті өзің жүргізіп келдің? Жүр, мен сені үйіңе жеткізіп тастайын. Бірдеңеге ұрынып қаларсың, деді жеймен. Жоқ Дархан, тек үйге емес. Мына түрмен балаларымның көзіне қалай көрінем? Бір жерге барып демалып алайыншы, шаршап кеттім, деп кішкене баладай жәутеңдеп отырған Айнұрдың қолынан ұстап, орнынан тұрған Дарханның артынан ілесіп жүре берді. Екеуі Дарханның жалдамалы пәтеріне келді. Жұпыны ғана бөлменің іші тап-таза, бәрі өз орнында. Тап-тыйнақтай жиналған бөлменің ортасында не істерін білмей тұрған Айнұрдың әлі бітіп, бас айналып кетті. Таңертеңнен қара су да ішпеген ол бүгінгі көрген сұмдықтан соң есін жия алмай, меңіреу адамдай теңселіп тұр. Айнұрға күлімдей қарап: енді патша сарайы болмаса да тұрып жатқан жерім осы. Сен демалып ал, ештеңе алаңдама, бәрі орнына келер. Мен біраздан соң келемін деген Дархан бұны тастап өзі шығып кетті. Дарханның төсегіне құлай сала, көзін тарс жұмып жатқанымен жетесін жегідей жеген мың сұрақ миын жеп барады. Ары қарай не істеу керек? Есейіп қалған балаларына әкелерінің жасаған опастығын қалай түсіндіреді? Өтпелі кезеңде мектеп бітіремін деп дайындалып жүрген олар мына жағдайға қалай қабылдар екен? Бүгінгі көрген жағдайдан соң күйеуінің қасында түк болмағандай жүре алмаса айдан анық. Ал бірақ ажырасып кеткен күнде әкелеріне бауыр басып қалған балалар дұрыс тәрбие бере ала ма екен? Өмір бойы жұмыс істеп көрмеген бұл енді жанұяны асырардай қаржы таба ала ма? Неге бүгін жан құрбысы Гүлжанға емес Дарханға келіп мұңын шақты? Бұның осалдығын пайдаланбай өзі келіп тұрған келіншекті үйіне әкеп тұрып жағдайын жасап шығып кеткен Дарханның шынымен де бұған деген көңілі бар ма? Кешегі қылығы ешқандай да басыңқы емес, шынымен де ғашықтық сезім бе? Неліктен Дарханды ойласа өзінің жүрегі өрпіп кетеді? Бұның да жүрегінде оған деген сезім ұшқыны оянып үлгерді ме? Жауабы жоқ мың сұрақтан қалжырап ұйықтап кеткен Айнұр оянғанда күн ала көлеңке болып кеш батып қалыпты. Анадай жерде дастархан басында отырған Дархан мұның оянғаннан көріп қасына келіп құшағын алды. Қалай, кішкене демалып жеңілдеп қалдың ба? Дархан, кешірші мені. Проблемаммен сенің мазаңды алғаным дұрыс болмады. Кеш болып қалыпты, мен қайтайын, балалар алаңдап отырған шығар. Екі қолымен бұның бетінен ұстап өзіне қаратып алған Дархан: Айнұр, мен сені алғаш көргеннен ұнатып қалдым. Кешегі қылығым да сені басынайын дегеннен емес, шын жүрегімнен шыққан талпыныс. Арам ойым болса бүгін сенің жағдайыңды пайдаланар едім ғой. Бірақ мен сенің келісіміңсіз күйеуіңе деген ашуыңды өз пайдама жаратқым келмейді. Қандай шешім қабылдасаң да сенің тілеулесің болам. Себебі сені шын сүйемін, деп ентігіп ыстық демі бетін шарпаған жігітке таңырқай қараған Айнұр оның жасына сай емес байсалдылығына тәнті болып құшағына құлай кетті. Бірақ әлде бір күшті жеп аптыққан жүрегін басып, есін жиып өзінің қолына алған ол жігіттің құшағынан сытылып шығып: Дархан, мүмкін шынымен сенің маған деген көңілің ақ шығар, бірақ мен сенің сезіміңді қабылдай алмаймын. Арамыздың 13 жас екенін ұмытпа. Мен сені жанашыр бауырым бар деп есептейін. Одан артықты менен талап етуің өз ұят. Алда не боларын өмір көрсетер. Бүгінгі күнге тағы да рахмет саған, деп ентігіп әр сөзін бөліп айтқан ол икемге келмей дірілдеп тұрған аяқтарын ақырын басып шығып кетті. Ішкі жан дүниесі: Айнұр, қайт. Сен де оны сүйіп қалғаныңды жоққа шығарма. Сен де бақытты болуға лайықсың, деп айғайлап жатса да ішкі сезім тұншықтырып көлігіне келіп отырды. Иә, бәрін дұрыс істеді. Бұның жүрегінде Дарханға деген сезім ояну мүмкін емес. Ондай ессіз махаббатқа бой алдыратын ақымақ емес бұл. Бұның бәрі күйеуіне деген реніш, ашу-ызадан туған дүние. Ешқандай шын сезім емес. Өз-өзімен көбірлеп, аласұрған жүрегін басып, терең дем алып біраз отырды. Бағана лақтыра салған телефонын ашып қарап еді. Болаттың және қызының бірінші рет телефонын шалғанын көріп, дереу қызына хабарласты. Арғы жақтан: Мама, сен қайдасың, деп еңіреп жылаған дауыс естілді.
жүрегі тарсылдап не болып қалды, Арке дұрыстап айтшы деп айғай салды. Папам көлік апатына түсіп қалыпты. Ауруханадан хабарласты. Сені таба алмаған соң Арман мені үйге тастап өз ауруханаға кетті. Қазір келемін. Сыртқа шығып тұр, бірден ауруханаға екеуміз кетеміз деп асығыс көлігін оталдырды. Аурухана дәрісіне абдырап, есі шығып